қадірменді ауыл тұрғындары, ұстаздар және оқушылар. 19 ғасыр мен 20 ғасырда еңбек етіп, ерекше көзге түскен көрнекті ақындардың бірі Сұлтан той атамызға 130 жыл болып отыр екен. Көрдіңіз бе, сіздерге бұл мақсатымыз осы кісінің шығармашылығын насихаттау мақсатында. Осы кісі жаңа айтып отыр ғой, Абайдан кейінгі қазақтың ең осы ақыны, осы ақындықты насихаттарын ортасында жүрген атамыз Торайғыртқа бұл 130 жылымыздың бүгінгі кеші құтты болсын. Қош келдіңіздер бәріңізге. Апайымызға мен шығармашылығына тоқталып өтсек, Сұлтан Махмұт Торайғыров 28 қазан 1890 жылы қазіргі Қызылтау ауданында Көкшетау облысы Баянауыл ауыл Павлодар облысында дүниеге келген. Арғын тайпасының сүйіндік руының Айдабол бөлімінен шыққан. Задоннан оқудан шығып қалады. Торайғыров енді медресеге оқуды қойып, орысша оқу іздейді. Қалада маңдай елді жаз бойы бала оқытады. Осы кезде ақындыққа деген қойып, 1912-13 Балалық сенен артық күнім бар ма? Бала күнде бойында мінім бар ма? Бәріне жетем деймін, алам деймін, жас қиялда тоқталып тыным бар ма? Үміт бенем жоқ қуған, үміт бенем жоқ қуған. Табылды алда баламыз, басқалар жоғын тапқанда, біздер қайтып қаламыз. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда жаман болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе? Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам? Сүйемін туған тілді, анам тілді. Бесікте жатқанымда берген білім, шыр етіп жерге түскен минутымнан құлағыма сіңірген тан сүнім. Құрметті мәдениет ауылдық мәдениет үйінің қызметкерлері, ағай және кітапхана меңгерушілері және мына жерде 6 А класс оқушылары отыр екен. Енді көбісі енді өздеріңіз білесіздер, биыл бізде осы оқу жылына арнайы бізде бірнеше ақын жазушылардың осы даталы мерекелік мерейтойлар күндері бар. Соның бірі жоспарында ғана емес, жалпы өмірде әйтеуір қолдарыңызға кітап түссе, бір өлең болса да жатқа білгендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Рахмет сіздерге, шығармашылық табыс тілеймін.